Қанекей, біз бүгін 5-ті 68-ге ойша қосып көрелік. Бұрынғы өткен сабақтарымызда біз жалпы топтау, жіктеу әдістерімен және де ондық пен бірлікке жіктеу арқылы қосып үйрендік. Ал бүгін мен жалпы осындай қосу амалдарын өзімнің ойымда есептеймін. Мен қазір оны қалай тез есептейтінімді сіздермен бөлісетін боламын. Бұл жерде біз 68-ге мұқият қарайтын болсақ, 68 бұл 7 ондыққа жақын, яғни 7 ондық дегеніміз 70-ке жақын. 68-ді 70 қылу үшін бізге 2 жетіспейді. Ал біз 2-ні 5 бірліктен алсақ болады. Сол кезде 5-ті біз былай жіктеп жазатын болсақ, яғни 3 қосылған 2 жақшаға алсақ, бұл бір компонент дегенді білдіру үшін қосылған 68 өзінің орнында қала береді, яғни қосылған 68. Неге мен 3 қосылған 2 дедім? Неге мысалға 4 қосылған 1 демедім, 1 қосылған 4 демедім? Себебі мына жердегі 2 мен 68-ді қосқан кезде мен 70 алғым келді, яғни 7 ондықты алғым келді. Солай есептеу ыңғайлы болады бізге. Ары қарай бұны бұлай ашып жазсақ болады, яғни 3 қосу 2 қосылған, яғни 68. Бұл жерде біз жақшаны мына жерге қойсақ болады. Яғни бізде 2 қосылған 68. 2 қосылған 68 дегеніміз бізде бұл 70-ке тең. Ал алдындағы 3 бізде әлі сақталады, яғни 3 қосылған 70. Бұл бізде береді, яғни 70 3-ті береді. 70-ке 3-ті қоссақ, жауап 73 болады. Бұның шығарудың тағы бір жолы, бұл дегеніміз сандар ойсын сызу. Яғни мысалға бізде мынау қазір сызып көрейік. Мысалға мынау бізде 68 болса, мынау бізде 70 болса, жалпы біз 68-ге 5-ті қосқымыз келеді, яғни 68-ге қосылған 5. Сол уақытта біз не істейміз? 5-ті қоспастан бұрын жалпы 5-тің ішінде 2 бірлік бар, яғни біз 68-ге бірінші 2-ні қоссақ, біз 70-ке бірінші жетеміз, яғни плюс 2 бірлік. 5 бірлікті қосуымыз керек, алғашқы 2-ін қостық, бізде қалды соңғы 3 бірлік, яғни осы жерден 3 бірлікті қоссақ, яғни осы жерге плюс 3, бізде болады 73. Сонда бұл жерінде жауабы 73, біздің алғашқы алған жауабымызбен сәйкес келіп тұр. Осылай оймен, яғни бұл ұзақ болуы ықтимал, бірақ жалпы негізгі ұғымын түсіну үшін осылай ойда есептеген өте пайдалы болады.